достар, бүгінгі видеома қош келдіңіздер. Достар, Майнкрафттан видео шықпағанына көп болып кетті, бірақ кешірім сұраймын, өйткені 90 соңы болғаннан кейін үшін көп видео шықпай кеттім. Бүгін сол енді көктемдік ремонтты жалғастырайын деп бірінші этажда міне кухнямды өзгерттім, тамақ алып қойдым. Барлығын өзгерттім, үйімді полностью. Мына жақты бірақ достар өзгерткен жоқпын, бірақ өзгерткім де келмейді. Мына жақты достар өзгерту керегі жоқ, поэтому өте уютный болып тұр бұл жер. Үшін достар өзгертпей қояйық. Достар, мен сіздерге выбор берейін, қай ойыннан түсірейін, қай ойын шықсын каналда. Барлық ойынды достар мен түсіре беремін, ойын айтсаңыздар болды. Бірақ мен сіздерге қазір түсіргім келіп жүргені ол Free Fire. Танымал, бірақ мен вообще Free Fire ойнағым келмейтіннің бастады мен Free Fire'ды. Кішкене бір енді ойнасам, или тока-бока, или алдында көп айтқан. Өздеріңіз қалаған ойындарыңызды айта беріңіздер, түсіремін. Майнкрафтты бірақ достар мен күнде шығаратын болам Майнкрафтты басқа ойындармен бірге. Может быть, Roblox достар. Барлығын түсіре беремін достар. Барлығын, бірақ хоррор демесеңіздер болды. Мен комнатыма достар ремонт жасаған болатынмын, қазір көрсетем үшін. Көрініп қойды ма? Мен ойнаймын. Көрініп қойды ма? Болды. Каналды посттан көрген шығарсыздар, ол отасындай өзіне арналған телевизор. Осындай, жұмыс жасайтын жер мынау енді, обычно айтқанда. Сосын ұйықтайтын бөлме өте әдемі, бірақ балкон өзгерген жоқ. Достар, көктем болса да біздің ауылды қараңыздар. Көп осындай бір жаңбыр жауып, қар жауып, не болып кетті ауыл, білмеймін достар. Түсінбегеттің өз ауыл не болып кеткенін. Енді мен ремонтты 3-ші этажға жасаған болатынмын. 2-ші этажға жасадым. Бірақ мен тағы да ремонт жасағым деп тұр, бірақ немен жасайтынымды білмеймін. Мына жерді өзгертіп тастадым. Терраса. Осы жерді достар, мен наурызға дайындаймын. Айтпақшы достар, 22-ші наурыз құтты болсын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын достар. Ал мен мына жерде енді ұлыстың ұлы күніне дайындайын деп жатырмын. Жителдерді шақырып жіберем, деймін, қалай ойлайсыздар? Давайте нам барлығын алып тастайық. Мына режиммен мен постройка сала алмаймын, кешіріңіздер. Бұл режиммен постройка сала алмай салып үйренем деп жүрген. Уже менің не жарым болды. Үйрене алмаймын мен бұл режиммен салып. Артық болып кетеді ол режим. Асықпай достар, сала береміз енді. Видеоның араларында кішкене паузалар болуы мүмкін. Бір стол қою керек, енді ортаға барғым. Әдемісінен, или үйдің төбесіне шақырды. Ой, қорқады достар жителдер биіктіктен. Поэтому бір осындай стол қойсаң, отличный стол. Отличный, мына жерге орындық. Жоқ, бір кішкене бір биіктеу болсам да. Жоқ, бұл дым тәу болып кетеді. Бұлай болсашы. Достар, мен білмеймін. Мен білмей тұрмын, бұл жерге заттар қойыла ма? Қойыла ма достар? Спок қойылады екен. Оны осылай қып жасай береміз. Бірақ осындай видті көру үшін өтетін де жер керек. Міне қалдырып қояйық. Орындықтар қоямыз енді. Небольшой. Бір нәрсесін қыларда өздері. Бір нәрсесін өздері. Симай жатса шетіп деп отырып жей береді енді. Енді есіктен енді шығу керек қой. Қайтеміз енді. Бұл достар, наверное, осылай отыра береді. Енді қазір чуть-чуть
Опа! Әдемі қылып стол наурызкөй жерлермен әдемілеп плакаттар іліп қойдым. И маяк жағып қойдым по приколу. Осындай разноцветный қылып. Қалай істелетінін шортс қылып салайын енді керек болса. Салып жазып жіберіңіздер керек болса. Алдында да шортс қылып салайын деп едім ғой косплейтаны қалай істелетінін. Сонда керек болса жазып жіберіңіздер. Мына жақта ештеңе тұрған жоқ. Ал жақын жақтарда достар өздеріңіз білмеймін енді айта салайын онда. Стекло қоясыздар жай ғана мына жаққа. Жай ғана разноцветный стеклолар ғой. Сосын разноцветный болып шығады. Жоқ, әдемі болып тұр. Я, достар, өте әдемі витпек тұр, бүйтіп отырған кезде. Бүйтіп, короче, отырасың. Аналар тұрады, әдемі болып тұр. И менің ойыма, короче, бір идея келіп тұр. Қалуатын. Кірейді. Менде бір идея бар. Қазір сіздердің бір көздеріңізше бір не істеймін енді. Кішкене бір фотоны істеймін. Бәрі біледі ғой оны. Зачем деген адамдар бар ғой. Ладно, көз салайын. Қалай жасалады? Давай розовый дағасайықшы. По приколу розовый жоқ, ну ничего. Так, по приколу. Небольшой туториал, короче. Айттым ғой достар бір нәрсе қалады деп. Ақтар жіберейік больше. Енді достар, енді мынаны іліп қойды. Это сладкая вата. Сладкая вата қою керек еді. Ну ладно, достар житель деп көріп жүрмейді. Ал осыдан кейінгі видеода достар мен жительдерді шақырдым деген видео түсіретін боламын. Ал сіздер ол видеоны көру үшін маған подписаться етіп қойыңыздар. Және осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Подписаться етсеңіздер достар. Сіздер менің каналымда шыққан видеоны ең бірінші болып көресіздер достар. Яғни ең бірінші болып көресіздер. Я достар. Ал қазір мен 5 секундқа дейін сандасам, сіздер лайк басып үлгересіздер ме? Тексеріп көреміз бе? Ал егер лайк басып үлгерсеңіздер, сіздер өте жылдам адамсыздар. Ал 1, 2, 3, 4, 5. Ал егер лайк басып үлгерген болсаңыздар, сіз ең жылдам адамсыз. Достар, ал енді жительдерге мен бұларды хабарлауым керек енді. Жительдер қазір ауылда жоқ, олар қыдырып кеткен. Ертең мен оларға хабарлаймын. Одан кейін олар келген кезде видео түсіретін боламын. Ал кеттік. Сау болыңыздар.